Шеберлікке шек жоқ. Қызылордалық шебер Айдос Үмбетов Былғарыдан аяқ киім жасап, отандық өнім өндіруге өз үлесін қосып келеді. Шебер бұл кәсіпті 2013 жылы бастаған. Қазірде 2 адамды жұмыспен қамтып, тұтынушыларға сапалы аяқ киім ұсынуда. Өзімнің бір кәсіп үйрену керек болып маған бір өзіме жұмыс істеу үшін сондайды армандап, сол кәсіпті бастап, ученик болып бастап, одан ученик болып үйреніп, одан кейін тағы да сырттай Алматы технологиялық университетін бітіріп алдым. Жеңіл өнеркәсіп мамандығын. Сол жаймен де осы салада жүргеннен кейін қызмет жасап жатырмыз. Енді жаймен деп негізі былайша жұмысымыз ремонт, қалыпқа келтіру, аяқ киім, кожа галантерея, кожа қатысты сумкілер, сондай заттарды қалпына келтірумен айналысамыз. Бірақ енді қазір жаймен деп жаңа аяқ киім тігуді қолға алып жатырмыз. Аяқ киім тігу жұмысы ең бірінші материалды дұрыс таңдаудан басталады. Көбіне шеберлер аяқ киімді былғарыдан немесе күдерден тігеді. Ал дұрыс аяқ киімді тігіп шығу бірнеше процестер арқылы жүзеге асады. Сол процестер қаншалықты дұрыс орындалса, аяқ киім тігу де соншалықты оңайға соғады. Осы қалыпқа бірінші қандай аяқ киім жасайсың, соның суретін сызып алып, сосын сол сызба бойынша оны қағазға түсіресің, шаблонға. Сосын шаблоннан оны кожаға түсіру керек. Кожаға көшіріп, кожадан кесіп алып, осындай детальдарды пішіп аламыз кожадан. Осыны жаймен жоғары жағын жинаймыз. Осындай машинкада аяқ киімнің жоғары жағын жинап, осыны одан кейін жоғары жағы дайын болғаннан кейін табан жағымен айналысамыз. Табанын жасағаннан кейін, сосын примерно аяқ киім қандай аяқ киім керек болады, сондай аяқ киім дайын болады. Жасанды теріден тігілген аяқ киім түрлі ауруға негіз болуы мүмкін. Сондықтан өнімнің сапасына мән берген жөн. Былғарыдан аяқ киім жасау өндірісі Қызылордада қарқын алуы әрине көңіл қуантады.